Таңғы сағат 7:30. Мектеп іші әлі тыныш. Бірақ Долайты орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі Құсайдинова Надям Злаудуновна үшін жұмыс күні әлдеқашан басталып кеткен. Ұзақ жылдық еңбек өтілі бар ұстаз үшін әр таң жаңа мүмкіндік, жаңа үміт, жаңа сабақ. Ол сынып бөлмесіне кіріп, тақтаға бүгінгі күннің тақырыбын жазады. Сабақ жоспарын тағы бір қарап шығып, әр оқушының деңгейін, мінезін, қызығушылығын ой елегінен өткізеді. Себебі педагог үшін сабақ жай ғана тақырып түсіндіру емес, әр баланың жүрегіне жол табу. Қоңырау үні естіледі. Оқушылар сыныпқа күлімдеп кіреді. Good morning teacher, good morning students. Сабақ басталады. Бүгінгі тақырып Dreams and Future Professions. Оқушылар топқа бөлініп, өз армандары туралы ағылшын тілінде ой бөліседі. Бірі дәрігер болғысы келеді, бірі бағдарламашы, енді бірі ұстаз болуды армандайды. Надям Злаудуновна олардың әр сөзін мұқият тыңдап, қолдау көрсетіп, сенім ұялатады. Ұстаз үшін ең бастысы баланың өзіне деген сенімін арттыру. Ол сабақты тек оқулықпен шектемейді. Интерактивті тапсырмалар, ойын элементтері, диалогтар арқылы әр баланың сөйлеуіне мүмкіндік береді. Себебі тіл қатынас құралы, ал оны үйренудің ең тиімді жолы тәжірибе. Сабақ арасында ол оқушыларға тек грамматика мен жаңа сөздерді ғана үйретіп қоймайды. Тәрбиелік мәні бар әңгімелер айтып, шет тілін үйренудің маңызды туралы түсіндіреді. Білім шекара танымайды дейді ол жиі. Шынында да ағылшын тілі әлемге ашылған терезе. Үзіліс кезінде де мұғалімнің жұмысы тоқтамайды. Бір оқушы үй тапсырмасын түсінбей қалған, екіншісі олимпиадаға дайындалып жүр. Надям Злаудуновна әр қайсысына уақыт тауып, бағыт бағдар береді. Оның ұзақ жылдық тәжірибесі тек еңбек өтілі емес, жүздеген шәкірттің тағдырына әсер еткен жылдар. Түстен кейінгі сабақтарда қызу өтеді. Жоғары сынып оқушылармен емтиханға дайындық, тест тапсырмаларын талдау, сөйлеу дағдыларын дамыту жұмыстары жүргізіледі. Әр тапсырмада ұстаздың жауапкершілігі сезіледі. Себебі ол үшін әр оқушының жетістігі өз жетістігі. Күн соңында сынып босайды. Бірақ мұғалімнің жұмысы әлі аяқталған жоқ. Ол дәптер тексереді, келесі сабаққа дайындалады, жаңа әдіс-тәсілдерді іздейді. Қазіргі заман ұстазы үнемі ізденісте болуы керек екенін жақсы біледі. Педагог болу жай ғана мамандық емес, бұл үлкен жүрек пен төзімділікті талап ететін қасиетті жол. Надям Злаудуновна үшін ұстаздық өмірінің мәні. Ол шәкірттерінің жетістігін көргенде шаршағанын ұмытады. Көп жылдар ішінде талай түлек мектеп қабырғасынан түлеп ұшты. Бүгінде олардың арасында түрлі сала мамандары бар. Олар ұстаздарын құрметпен еске алады. Себебі әр қайсысының өмірінде ағылшын тілі пәні мұғалімінің берген білімі мен тәрбиесі бар. Күн еңкейіп, мектеп іші тынышталады. Ертең тағы бір жаңа күн, жаңа сабақ, жаңа жетістік күтіп тұр. Ал ұстаз үшін әр күн жауапкершілік пен шабыттың үйлесімі. Міне, педагогтың бір күні осылай өтеді. Бұл білімге деген адалдықтың, мамандыққа деген сүйіспеншіліктің, шәкіртке деген шексіз мейірімнің көрінісі.